Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте оңай жасалатын әрі дәмді тіске басар кабачкиден оладушки дайындайтын боламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге кабачки, жұмыртқа, ұн, тұз және бұрыш қажет болады. Алдымен кабачкидің сыртын ашып аламыз, содан кейін теркіден өткізіп, оның үстіне тұзымызды сеуіп қоямыз да 15-20 минутқа араластырып алып қоямыз. Содан кейін бізде суы бөлінуі қажет, әбден оны сығып, суының барлығын құйып бөлек ыдысқа құйып аламыз. Содан кейін оның үстіне жұмыртқаны салып, қажет бұрышымызды салып, және үйде болып жатса укроп, петрушка салған өте дәмді болады. Менде осы жолы тек кептірілген укроп қана болды, соны салдым. Содан кейін қажетті ұнның мөлшерін салатын боламыз. Қоюлау тесто болғанша дейін барлығын араластырып бір масса жасайтын боламыз. Айтпақшы достар, бұйырса ертең қызанақтан жасалған витаминный салаттың рецебімен бөлісетін боламын, жіберіп алмаңыздар. Ұнның мөлшері описанияда жазылмайды, көлеміне қарай салып отырасыздар. Мінекей осындай қоюлау масса пайда болуы қажет. Пісіргенде бірінші жағы тез қызарады, ал екінші жағын пісіргенде қақпағын жауып пісіретін боламыз, іші да пісуі үшін. Мінекей дәмді тіске басарымыз дайын болды, соуспен бірге ұсынасыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын, қош сау болыңыздар.